10. sınıf Қазақ әдебиет пәні 7. сабақ Сабырсыз, арсыз, еріншек ойлану. Сабақтың мақсаты шығармада көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарының қызметін талдау. Бағалау критерий. Шығармада көркемдегіш құралдар табады, айшықтау амалдарының қызметін талдайды. Сабырсыз, арсыз, еріншек, көрсе қызар жалмауыз. Сорлы қазақ сол үшін алты бақан алауыз. Өзін-өзі күндейді, жақын жалған міндейді. Ол арсыздық белгісі. Ұятсынбай, ойланбай, қой дегенде тіл алмай, іс қылмай ма үлгісі. Бірақ секіріп шығам деп, бірақ қарғып түсем деп, мертігеді жатады. Ұрлықпен мал табам деп, егесте ауыл шабам деп, сөйтіп Құдай атады. Бұл мен десе біреуге жоқ нәрсені шатады. Құтылам деп ісінен бәрін көріп кісіден шығынға әбден батады. Бұл болмаса онысы, аударылып қонысы, алыстан дәм татады. Қызмет қылып мал таппай, ғылым оқып ой таппай, құр үйінде жатады. Ел қыдыр басы ұшып, еркек арын сатады. Бала-шаға ұрғашы, үйде жаурап қатады. Еңбегі жоқ еркесіп, бір шолақпен серкесіп, пысық деген ант шықты. Бір сөз үшін жау болып, бір күн үшін дос болып, жүз құбылған салт шықты. Пысық кім деп сұрасаң, қалаға шапса демалмай, өтірік арыз көп берсе, көргендерден ұялмай. Сыбырдан басқа сыр жоқ, шаруаға қыр жоқ. Өтірік өсек мақтанға ағып тұрса бейнесу. Ат шапаннан кем көрмес, біреу атын қойса қу. Қу напсысын тыя алмай, атым шығып жүрсін деп, ерекеге қас болса, желіктірген айтаққа арақ ішпей мас болма. Ел тыныш болса азады, ергі бөле жазады. Үйде отырса салбырап, түзге шықса албырап, кісіні көрсе қылжаңдап, қалжыңшылсып ыржаңдап, өз үйінде қипаңдап, кісі үйінде күй таңдап, ақылы бар кісіні айбаттайды даттайды, ауқаты бар туғанды қайырсыз ит деп жаттайды. Мал мен бақтың дұшпаны, кеселді пысық көбейді, күшік иттей үріп жүр, кісіден кеммін демейді. Қу тілменен құтыртып, кетер бір күн отыртып, қызмет қылған кісіні құрытуға таяйды. Қылып жүрген өнері, қарекеті, әрекет, өзі оңбаған антұрған кімге ойлайды берекет, кімді ұялып аяйды, расы жоқ сөзінің, ырысы жоқ өзінің, өңкей жалған мақтанмен шынның бетін бояйды. Бұл сөзінде жалған жоқ, айтылмай сөз қалған жоқ, абайлаңыз, байқаңыз, елдің жайы солайды. Сабырсыз, арсыз, еріншек ойлану. Сабырсыз, арсыз, еріншек, көрсе қызар жалмауыз. Сорлы қазақ сол үшін алты бақан алауыз. Өзін өзі күндейді, жақынын жалған міндейді, ол арсыздық белгісі. Сабырсыздық, арсыздық, еріншектік, көрсе қызарлық және күншілдікті көреміз. Алауыздық, ел тыныштығының бұзылуы. Абай Құнанбайұлының сабырсыз, арсыз, еріншек өлең берілген өзін түсіне оқи отырып, көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарын анықтайық. Сабырсыз, ерсіз, еріншек, көрсе қызар жалмауыз. Сорлы қазақ сол үшін алты бақан алауыз. Өзін өзі күндейді, жақын жалған міндейді. Бірақ секіріп шығам деп, бірақ ырғып түсем деп, мертігеді жатады. Ұрлықпен мал табам деп, егісте ауыл шабам деп, сөйтіп Құдай атады. Бір сөз үшін жау болып, бір күн үшін дос болып, жүз құбылған салт шықты. Сабырдан басқа сыры жоқ, шаруаға қыры жоқ. Өтірік өсек мақтанға ағып тұрса бейнесу. Ақылы бар кісіні ғайбаттайды, даттайды. Ауқаты бар туғанды қайырсыз ит деп жаттайды. Мал мен бақтың дұшпаны кеселді пысық көбейді. Күшік иттей үріп жүр, кісіден кеммін демейді. Қу тілімен құтыртып, кетер бір күн отырып. Бірінші тапсырма. Өлең шумағынан айшықтау амалдарын табайық. Бірақ секіріп шығам деп, бірақ қарғып түсем деп, мертігеді, жағытады. Өлең үзіндісінен айшықтау амалдары анафораны табамыз, және эпифораны табамыз. Екінші тапсырма. Көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарының қызметін талдаңдар. Өлеңнен үзінді, көркемдегіш құралдар,
айшықтау амалдары және оның қызметі. Өлең өзін өзі күндейді, жақынын жалғанмын дейді. Мұнда көркемдегіш құрал метономия жақынның қызметі ойды бейнелі көркем әсерлі етіп жеткізеді. Өсек өтірік, мақтанға ағып тұрса бейнесу. Бұл теңеу, ағып тұрса бейнесу мінезді көркем бейнемен әсерлете анық жеткізіп тұр. Мал мен бақтың дұшпаны кеселді пысық көбейді. Күшік итте үріп жүр, кісіден кем демейді. Метафора: күшік адамның ерекшелігі бейнелі түрде танытып тұр. Мінезі ұқсастығына қарай бағалау арқылы суреттеу. Теңеуде ит үріп жүр, адамның қасиетін салыстырып, теңеу арқылы бейнеленген. Бір сөз үшін жау болып, бір күн үшін дос болып, жүз құбылған салт шықты. Мұнда айшықтау амалдары анафора және эпифора. Анафорада бір сөз үшін, бір күн үшін, айтар ойды жеріне жеткізе, мұқият сіңіру үшін. Сол сөзге не тіркеске ерекше назар аударып тұр. Үшінші тапсырма. Автордың қолдану ерекшелігі туралы өз ойларыңызды жазыңыздар. Мал мен бақтың дұшпаны кеселді пысық көбейді. Күшік итте үріп жүр, сабырдан басқа сыры жоқ. Шаруаға қыры жоқ. Көркемдегіш құралда кеселді пысық көбейді. Күшік итте үріп жүр. Айшықтауында сабырдан басқа сыры жоқ, шаруаға қыр жоқ. Ақынның қолдану ерекшелігі туралы өз пікірлеріңізді жазамыз. Сабағымыздың соңында кері байланысқа кезік берейік. Өлең жолдарының көркемдегіш құралдарды таба алдым. Өлең үзіндісінен айшықтау амалдарын анықтадым. Өлең шумағында кездесетін көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарын қолдану ерекшеліктеріне пікір жаздым.